Шымкенттік полицейлер бұзақылардан оңбай таяқ жеді. Аулалардың бірінде топырлаған тұрған топқа ескерту жасаған тәртіп сақшыларын жігіттер жабылып сабап тастаған. Сізді ұрды ма? Осы жігіт? Немен ұрды? Екі жігіт. Не үшін ұрасыз? Ұрған жоқ. Қалай ұрған жоқ? Полицейлердің айтуынша бұзақылар тәртіп сақшыларын баспен де, таспен де төмпештепті. Яғни топтасып тұрған 6 жігітке екі бірдей учаскелік полиция қызметкері жақындайды. Көшеде ішіп шекпеу туралы ескерту жасаған кезде бұзақылар тәртіп сақшыларын балағаттап, жұдырғала жүгірген. Тіпті біреу ұстап, қалғандары аямай ұрыпты. Алайда дереу көмекке келген бірнеше полиция экипажы таяқ жеген әріптестерін арашалап, бұзақылардың қолына кісен салды. Ал оңбай таяқ жеген тәртіп сақшыларына жедел жәрдем фельдшерлері көмек көрсеткен. Қазір күдікті деген 3 азамат қамауға алынды, оларға қатысты 2 бірдей бап бойынша іс қозғалып, тергеу жүргізілуде.